Саламатсыздар ма оқушылар? Біз бүгінгі сабағымызда үшбұрыштар теңдігінің белгілеріне есептер шығарамыз. Бірінші тапсырманы қарастырайық. АБ және СД кесінділері 10 нүктесіне қиылысады. Егер АД БЦ-ға тең және АБ СД-ға тең болса, және АБЦ бұрышы 28 градусқа тең болса, онда АДЦ бұрышын табыңыздар. Есептің сызбасын салайық. АБ және СД кесінділерін жүргіздік. Олар 10 нүктесінде қиылысады және бұл кесінділердің ұзындықтары тең. Енді АД және СБ кесінділерін жүргізейік. Есеп шарты бойынша бұл кесінділердің де ұзындықтары тең. Және АБЦ бұрышының өлшемі 28 градусқа тең. Бізге АДЦ бұрышын табу керек. А және С нүктелерін қосып асы кесіндісін жүргізейік. Сонда біз АДЦ және АБЦ үшбұрыштарын аламыз. Енді осы екі үшбұрышты қарастырайық. Үшбұрыш АДЦ және үшбұрыш АБЦ. Осы үшбұрыштарда АЦ қабырғасы ортақ қабырға. Және есеп шарты бойынша АД СБ-ға тең. Және АДЦ үшбұрышының СД қабырғасы АБЦ үшбұрышының АБ қабырғасына тең. Бұл да есеп шарты бойынша. Сонда осы екі үшбұрыштың сәйкес қабырғалары тең болып шықты. Ендеше үшбұрыштар теңдігінің үшінші белгісі бойынша АДЦ үшбұрышы АБЦ үшбұрышына тең болып шықты. Осы екі үшбұрыштың теңдігінен олардың барлық сәйкес бұрыштарының тең екендігі шығады. Яғни ДАЦ бұрышы оған сәйкес бұрыш БЦА. ДЦА бұрышына сәйкес бұрыш БАЦ бұрышы. Және СДА бұрышына сәйкес бұрыш АБЦ болады. Ал біз АБЦ бұрышының 28 градусқа тең екенін білеміз. Ендеше СДА бұрышы да 28 градус болады екен. Сонымен есептің жауабы 28 градус. Екінші тапсырманы қарастырайық. Бір бұрышы, осы бұрыштың бисектрисасы және осы бұрышқа іргелес жатқан бір қабырғасы бойынша үшбұрыштардың теңдігін дәлелдеңіздер. Бізге АБЦ және А1, Б1, С1 үшбұрыштары берілсін. Бұл үшбұрыштардың бір бұрышы тең, яғни БАЦ бұрыш мен Б1, А1, С1 бұрыштарын тең етіп алайық. Енді осы тең бұрыштардың бисектрисаларын жүргізейік. Бұл бисектрисалар өзара тең болады. Яғни АК А1 К1-ге тең. Бұрыштың бисектрисасы сол бұрышты қақ бөлетінін біз білеміз. Олай болса, БАК бұрышы КАЦ бұрышына тең, және Б1 А1 К1 бұрышы К1 А1 С1 бұрышына тең. Ал А бұрышы мен А1 бұрышы өзара тең болғандықтан, бұл бисектрисаларды жүргізгенде пайда болған төрт бұрыш, олар да өзара тең болады. Яғни Б1 А1 К1 тең бұрыш К1 А1 С1. Міне, осы пайда болған төрт бұрыш өзара тең болу керек. Сонымен бірге, осы бұрышқа іргелес жатқан бір қабырғасы тең дейді. Яғни біз АЦ қабырғасын А1 С1 қабырғасына тең деп алайық. Енді оқушылар осы жерде КАЦ және К1 А1 С1 үшбұрыштарына назар аударыңыздар. Осы екі үшбұрышта
АК А1 К1-ге тең, АС А1 С1-ге тең. Біз оны жаңа есеп шарты бойынша жаздық. Сонымен бірге КАС бұрышы К1 А1 С1 бұрышына тең екендігін көрсеттік. Олай болса, бұл үшбұрыштар теңдігінің бірінші белгісі бойынша өзара тең болады. Ал бұл екі үшбұрыштың теңдігінен олардың сәйкес қабырғалары және сәйкес бұрыштарының тең екендігі шығады. Яғни КС қабырғасы К1 С1 қабырғасына тең. Сонымен қатар АКС бұрышы А1 К1 С1 бұрышына тең және КСА бұрышы К1 С1 А1 бұрышына тең болады. Енді АБЦ және А1 Б1 С1 үшбұрыштарына назар аударыңыздар. Осы екі үшбұрышта А бұрышы А1 бұрышына тең екендігін білеміз. Және АС қабырғасы А1 С1-ге тең екендігін білеміз. Сонымен қатар есептің алдыңғы бөлімінде дәлелдегеніміздей С бұрышының С1 бұрышына тең екендігін білеміз. Ендеше үшбұрыштар теңдігінің екінші белгісі бойынша АБЦ үшбұрышы А1 Б1 С1 үшбұрышына тең болады екен. Үшбұрыштар теңдігінің екінші белгісін естеріңізге түсіріңіздер. Егер бір үшбұрыштың бір қабырғасы мен оған іргелес екі бұрышы, екінші үшбұрыштың сәйкес қабырғасы мен оған іргелес екі бұрышына тең болса, онда бұл үшбұрыштар өзара тең болады. Сонымен оқушылар, біз бүгінгі сабағымызда үшбұрыштар теңдігінің белгілеріне тағы да есептер қарастырдық. Енді өздеріңіз үйден мынау есепті шығарып, үшбұрыштар теңдігі белгілеріне алған білімдеріңізді тағы да пысықтаңыздар. Сабақ аяқталды, сау болыңыздар.